жолдарыңыз болсын дейміз. Мынау әр қазақтың жүрегінде халқына деген, еліне деген махаббат болу шарт. Өйткені қарап отырсаңыздар, қоғамда қаншама бұзақылықтар, қаншама біздің жек көретін нәрселеріміз болып жатыр. Соған байланысты қазағыммен сырласып атты өлеңді қабыл алыңыздар. Қазағым қалып ұшқан қырандай, жүр ғой бірақ ұясына қона алмай. Адасып қалды ма деймін бағытынан, неге кетті иманның ұясына оралмай. Қазағым, ұл қызыңа неге қарамайсың, жүрегімді қазағым сен жаралайсың. Ашымай ма жарың сен бауырыңа, өзге дінге кіріп кеткен таулыңа. Исламнан, иманнан айырылып, Кришнаитпен йогаға ағылуда. Кіріп жатыр ата жол деп ақсұңқарға, отырғызып жіберетіндей бір ақ тұлпарға. Қыздар жүр аққу болып орамалсыз, өмір сүре алмайды жұлдыз жорамалсыз. Надандар жүр пал ашып берейін деп, қалмасын деп үйіндегі қорамалсыз. Көбейіп кетті ата жол дейтіндер, ата жол деп бар ақшаңды жейтіндер. Аллах үшін емес, әруақ үшін мал сойғызып, қарамаспен ұл қызыңды тойғызып, істетіп жатыр кешірілмес күнәні. Әруақ тек олардың жірәні. Бір Аллахты пана көрмей, әруағын қолда болып кет тұраны. Аллахтан емес, әруақтан сұрап тілегін. Қарайтуда ұл қыздарың ақ жүрегін. Неге қарамайсың қазағың сол балдарыңа? Исламды неге түсіндірмейсіңдер отырғызып жандарыңа? Адасты ғой, адасып та бітті қой. Ертең кесір болып келмесін сол алдарыңа. Қайда қыздарың бұрынғы бетен келетін, сіздеп сөйлеп бірінші сәлем беретін, өнеге көрсеткіштерге артынан тек жақсылардың еретін. Жоғалтыласың ғой тәрбиелі қыздарыңды да. Сенбесең қараша көз салып осы қоғамға. Ондай қыздар аз ғой қазір қоғамда. Шаштары түйенің өркешіндей жалбырап, құлақтарынан ұзын сырға салбырап, көлік үстемінде ғой қыздарымыз. Қазағым, иманнан біз қалғандаймыз қалтырап. Ұлдарың қайда, жігерлі де қайратты, жоғалтпайтын тіліне өсе ғайбатты. Халал аспен қоректеніп, жамандардан бөлектеніп, қайда ұлдарың баяғы, жүретін үлкендерге көмек беріп. Жоғалтыласың ғой қазағым, ондай ұлдарыңды да. Жүр ғой қазір ұлдарың тәкаппарланып, мастанып, бір-бірімен достаспай жағалысып, қастанып, халал асты жейістіріп, ішеді арақ виноны. Көруде олар тағы да арсыздыққа толы киноны. Міне қазағым, ұлдарың бар осындай. Көруші едің ғой сен барлығында досыңдай. Неге енді өз балдарының жанын ашымайды? Қарым-қатынасың болып кетті олармен өз қасындай. Көбейіп кетті, жетім балаларды тастанды. Ұл қыздарымыз басына еліктеп мастанды. Қазағым, кейбір қыздар арсыз қылмыс бастауда, жұртты болып қалып байқаусызда, ішіндегі балаларын алдап тастауда. Осыларға қазағым неге қарамайсың? Әке шешенің қарамастан кәрілік күйіне өткізіп жатыр оларды қариялар үйіне. Тамақ таппай қалғаннан емес біліп ал, осы сөзімді қазағым сен ұғып ал. Имансыздықтан, дінсіздіктен істеуге, иманды болса бата алмас еді бұл істерді істеуге. Ал енді шамаң жетемесең, адасқан жастарыңды жақсылық істе деп күштеуге. Исламнан, иманнан айырылып, дұрыс жолдан бұрыс жолға қайырылып, мода қуып тәкаппарланып өзінше, арсыз сериал көреміз ұл қыздардың көзінше. Балық солай басына шіріп жатса, жас ұрпақ не істемек қазағым, ойланшы сеніңше. Отырғызып алып, ақыл айтудың орнына, шақырудан көрі жақсылықтың жолына, жақсылықтай сендерге бірге отырып қостасып, теледидардағы сериалдармен достасып, көріп болған соң сериалды кетесіңдер, ананікі дұрыс, мынанікі бұрыс деп тастасып. Жөнін түс тәрбие бер жастарыңа, иман үйрет, ислам үйрет оларға, жаның ашша, шынымен ақ соларға. Жоғалтып алмашы өнегелі ұрпағыңды, сүріндіріп алмашы иман атты тұлпарыңды. Жақсылықты үйрет, жамандықтан қайтарғын, бұны істемесең ұмытпа ұрпағыңды ұрпағыңды. Ислам үйрет, бөлек емес қой ол бізге. Оңай ғой қазағым ата бабаң жүрген жол бізге. Исламды ұстанды ғой барлығы, көрмеді олар қазағында арманы. Басын сипап, жетім мен жесірдің арқасын қақты тойдырып бар жарлыны. Жай қарашы, елестетші көзіңе, бұрын қандай едіңдер. Үркіреп атын шыққан қазақ едің, иманды бірақ та сен азақ едің. Сол күндер иман күндер қайда қазір, не болып барасыңдар, қайран менің қазақ елім. Абай еді, Алланың өзі де рас, сөз де рас. Рас сөз еш уақытта деген жалған болмас. Өзіміздің бабамыз еді адал болған жолдасқа. Тілеген 5 уақыт намаз, 5-еуде қаза қалмасқа. Ыбырай еді бұл бір Аллаға сыйынып, келіп балалар оқиық деген, оқығанды қылмыне, ықыласпен тоқиық деген. Ойлан енді сәл толған, осылар өзіңнің бабаларың. Қазағым, не дейін енді, сөзім жоқ басқа айтатын. Осы айтылғанда рас, оны өзің де білесің. Келді ғой кезің жамандықтан қайтатын. Қашанғы надан, имансыз болып жүресің. Біреудің кемшілігіне қарап күлесің. Өзіңнің кемшілігіне сәл қара. Жүрегім менің күніге жүрген жүріп, ұл қызыңа қазағым, бол деп иман тез үйрет. Рахмет. Үрей мен үміт. Қап-қара жау, тозақтан қорқам, тозақтан. Су хабар, кеп жете ме деп сол жақтан. Шыжылдап майнар, шатырлап сүйегі жанғанда, лағнет айтып 5 күндік сынақ жалғанға. Әбілісті қарғам, түсу бір жолдан тайдырған, азапқа лайық, мазаққа ғанай сайғылған.
мың шақты емес миллион жылға айналып, құрбылар мекен қып-қызыл шоққа айналып, адамның ұлым дүниеге мынау таралған, дәрежемді айтсам періштеден артық жаралған. Бүгінде бірақ періште қайда, мен қайда, кім созар қолын мүшкілді біздің жағдайға? Бауырларым да, бала-шағам, дос-жекжатым шайқаспай беріліп, шайтанға әскер болып жатыр. Бәрі де дана, бәрі де көсем шетінен, дәуірлеп дәурен сүрге мақтап бекіген. Ақырет қамын жасамай жүріп әлекпен, Алланың ұлы мейірімінен дәметкен. Соғыттан қорқам, тозақтан қорқам, тозақтан. Көрмеді соны қазақтар біздің көз аққан. Ақылған солай парақорлардың парады, маскүнемнен де қолтығына қысқан арағы. Жемқорын анау отырған әрек тыныстап, зинақорың жүр шоколад шампан гүл ұстап. Соғылар кетті Аллаға бір серт қып, зікілдеп зікір салғандарынан зерттік. Дымыңды білмес төмшелер кетті молда боп, әрбағын қолда Құдай өзі оңда деп. Сәугей балгер тәуіптер кетті дес бермей, Құранның қатал ескертпелерінен сескенбей, әр төмпешіктің әуле сана басыға, мәрмәрлі өр кесені салдық басына. Қарасан қайда ағылда тегін ысырап, кеуде тәңір кәріне ұшырап, өнерді жүрген сезімнің сансыз қолдары, сендерді болдың атақ пен даңқтың құрбаны. Ақмен әнші серіктен ептеп таңсарым, оралың барда ойнады күлліп қақсаған. Жазушы Қайтбек бауыры бітіп азаман, кейіпкерлердің тағдырын ойдан жасаған, сан ғасыр бұрын бақиет болған кісінің қиялға еріп саланы сурет көсетіп. Айтылған ғайбат сөздерге сөзсіз жауап бар, солайды тілден тірнектеп жиған сауаптар. Қалады ертең қарықта қар көлкі қалжыңың, тозақта шөл деп ішкенде ыстық қандырың. Жегенің сонда текенектіктес ас болса, ата-анаңмен де алмай сонда достаса, шайтанға тозақ жәннаттан аман жоқ. Сондықтақтарды әкеліп жатыр үгітті. Сондықтан түскен төрттап сансыз пайғамбар, сақтаныңдар деп сайдан сауық сайраннан, жаратушы өзі шөлсіздеп сені қорғаса, азғыршыға қашып келеді алмаса. Құлшылық бүтін етім су болмаса, жүрегім адал етім су деп далбаса. Раббына құл боп өмір сүргісі келмеген, түсінбей қойдым тәкаппарсыған елдімен, көз жұмып барып ел-ішкен оны мен де ішкем. Әдіс таптық нәпсімді соңды жеңбестен, сәлдерде білсем сар соқпайма оңмастан, сәждең маңдай тигізбесмедім онжастан. Құршты судай қайнатқан пешіне көп ыстық, ғазаптан қорықпай әзәзілдермен өбістік, қимастай қызық хараммен жиған мал-мүлік, сорлатар мекен төзіксіз отқа жандырып, өртеніп жатып өлейін десе өле алмай, өкірер мекен өмірге енді келе алмай. Біз қайбір достар пайғамбарсында асылық, асыл баққан содаймыз құмар тасы көп. Шын мұсылман болып өтауымыз сұмдық қасірет, жәрдем бер Алла, жәннатты бізге нәсіп ет. Әмин.